ойлан және шүкіршілік ет. Жаратқан Алланың саған берген жақсылықтарын ойлан. Сонда сен жақсылықтардың сені қоршап тұрғанын сезінесің. Ол сендерге өзінен сұраған нәрселеріңнің бәрін берді. Бергені соншалық, егер Алланың нығметін санайтын болсаңдар, санына әсте жете алмайсыңдар. Ибрахим сүресі 34 аят. Денсаулық, бейбіт өмір, ішер ас, киер киім, таза ауа, мөлдір су, баспана мен көлік, мал-мүлік пен бала-шаға, отбасың мен достарың. Сенде барлық байлық бар, бірақ сен оны сезбейсің де, байқамайсың да. Уа адамдар, Алланың күлі аспан әлеміндегілер мен жердегінің бәрін өздеріне бағынышты етіп қойғанын, сондай-ақ сендерді өзінің жария һәм жасырын, заттық әрі рухани мұншама нығметке кенелткенін көрмеймісіңдер? Лұқман сүресі 20 аят. Сенің аяқ-қолың, көз-құлағың және тіл-аузың, яғни 12 мүшең аман. Ендеше Раббыларыңның қай нығметін жоққа шығара аласыңдар? Рахман сүресі 13 аят. Сен жүре аласың, қимылдайсың, естисің, көресің және сөйлей аласың. Тәбетпен тамақтанасың. Бұларды жай ғана нәрселер деп ойлайсың ба не? Қаншама адамдар бар, аяқ-қолы мүгедек болып, қимылдай алмай қалған, немесе зағип, керең болып басқаларға мұқтаж болып отырған. Қаншама адамдар бар, ауру сырқаудан арыла алмай қиналып, қалағанша тамақтана алмай, амалы құрыған. Жаратқанның сынағы әртүрлі болады. Денің сау, ақыл есің дұрыс бола тұрып, жаратқанның жақсылықтарын білмегенің, оған разы болып шүкір қылмағаның жарамас бауырым. Бір кедей кісі өзінің жұпыны өмірінен алып, Алла оны жақсылықтарынан құр қалдырғаны туралы айтып, ғалымға шағымданады. Ғалым әлгі кедейден: көздеріңді маған 100 000 алтын теңгеге сатасың ба? Деп сұрайды. Кедей жоқ деп жауап береді. Ғалым: онда қолдарыңды маған 100 000-ға сатасың ба? Аяқтарыңды 100 000-ға сатасың ба? Ақыл есіңді 100 000-ға бересің бе? Деп сұраған сайын кедей жоқ дегеннен таңбайды. Сонда ғалым оған былай деген екен: сен 100 000-даған байлыққа ие болып тұрып, кедеймін деп қалай шағымданасың? Сонда әлгі кісі қолдағы байлығының армандаған жақсылықтарынан да маңызды екенін түсініп, және Алланың шексіз мейірімділігін сезініп, тәубаға келіп, шүкір қылған екен. Әлбетте, сен де өте зор сыйға бөленіп өмір сүріп жатқаныңмен, оның қадірін білмейсің. Содан соң қарадай қайғы мұңға батасың. Алдында жеуге ыстық наның, ішерге суың дайын. Шаршасаң, ұйықтап еш жиясың, 12 мүшең аман. Қолда жоқты ғана аңсап, барына шүкір қылмағаның қалай? Біраз шығындалсаң болды, жаның қиналып, қолыңда бар бақыт кілтін бағаламайсың. Жаратқан берген есепсіз нығметті ойыңа да алмайсың. Ойлан және шүкір етуді біл. Сондай-ақ өз болмыстарыңда да талай-талай айғақтың бар екені анық. Сонда да көрмейсіңдер ме? Зиярат сүресі 21 аят. Өзің, туыстарың, үйің, жұмысың, денсаулығың, достарың және айналаңдағылар бәрі туралы жақсылап ойлан. Ол мүшриктер өздері өмір бойы қызығын көріп келе жатқан нығметтердің Алладан келгенін іштей біліп, мойындаса да, Алладан өзгеге құлдық ұрып, табыну арқылы осынау нығметтерді жоққа шығарады. Нахл сүресі 83 аят деп сипатталғандардың қатарында болма.